Sabahımızın жақсы көңіл күйден бастау үшін ұйқас сөздер ойынын ойнаймыз. Орнымыздан тұрайық. Суретке қарап, ұйқас сөздерді айтамыз. Ел, ата, сара, сабын, есеп, сахаба. Балалар алдыңғы сабақтан алған білімдерін тексеру үшін сұрақтарға жауап беру. Аяқталуға ойды білдіреді. Söyle. Жақсы, отыра ғой. Екі немесе одан да көп сөйлемдердің бір-бірімен байланысу. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Балалар, енді ғалып сіздерге келесі тапсырма. Мультфильм кейіпкерлерінің рөліне еніп, сабақ басталды деген сөйлемді әртүрлі көңіл күйде айтып көрейік. Sabah başladı. Енді жаңа сендер балалар әртүрлі қылып лепті сөйлемдер айтыңдар. Енді осыған қарап лепті сөйлемнің ережесін өздерің айтып көріңдер ойладым. Көңіл күйде айтылған сөйлемдерді лепті сөйлем дейміз. Балалар қазір сергіту сәтіне түгел орнымыздан тұрайық. Белгіге қарап қимылда деп аталады. Балалар, кітаптың 27-ші бетінде бірінші жаттығуда мәтін берілген. Сол мәтінмен танысып көрейік. Келесі топтық жұмыс жасаймыз. Тақтаға назар аударыңдар. Ал қазір біз сендермен балалар дәптермен жұмыс жасаймыз. Өздерің екі лепті сөйлем құрастырып көресіңдер. Екі сөйлем құрастырсаңдар, бағалау көрсеткішін 2 балға қосып жылжытасыңдар. Ал балалар бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді тексеріп көрейік. Ол үшін сұрақтарға жауап береміз. Жақсы, дұрыс. Келесі Санжар кет. Алақай, ертең ауылға барам бұл лептісімен. Жақсы, дұрыс. Балалар, енді мультфильмде естеліктер шарлары туралы айтылады, иә? Енді сендер де қолдарына бір-бір шар ұстап, бүгінгі сабақтан не алдыңдар, жаңадан не білдіңдер, өз ойларыңды айтып көріңдер. Бүгін лепті сөйлемді не екенін білдім. Лептісімен таныстым. Сөйлемдерді құрастырдым. Балалар, тақтаға назар аударыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма, жоқ па? Жаңа тақырыпты түсіне алдыңдар ма? Тапсырмаларды түгел орындай алдыңдар ма? Өз-өздеріне баға беріп көріңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қазақ тілі пәнінен 2-ші сыныпқа өткізілген сабағыма талдауды ұсынамын.
Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қолдану. Сабақтың мақсаты лепті сөйлемдер құрап жазады, лепті сөйлемнің мағынасын түсініп, тыныс белгісін дұрыс қолдануға үйренеді. Сабағымның басты ерекшелігі балалар арасында ең танымал сүйікті мультфильмдерінің біріне айналған головоломка немесе қазақша атауы ой жұмбақ мультфильмінің негізінде құрылғаны. Яғни сабағымның барлық кезеңдері, қолданылған әдіс-тәсілдер, көрнекіліктер осы мультфильмнің мазмұны мен кейіпкерлерімен тығыз байланысты. Сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер 2-ші сынып оқушыларының танымдық мүмкіндіктерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып алынды. Сабақта жекелей, топтық, бүкіл сыныппен жұмыс формалары қолданылды. Сабаққа жағымды көңіл күй сыйлау үшін ұйқас сөздер әдісін қолдандым. Балалардың көңіл күйі көтеріліп, сабақты бастауға жақсы дайындық болды. Балаларды топқа бөлу Flippity бағдарламасында жүзеге асты. Өткенді қайталау жасанды интеллект арқылы жасалған анимациялық слайд арқылы жүзеге асты. Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, алдыңғы сабақтан алған білімдерін қайталады. Жаңа тақырыпты меңгерту, өзіндік тұжырымға жету әдісі арқылы жүзеге асты. Оқушылар мультфильм кейіпкерлерінің рөліне еніп, бір сөйлемді әртүрлі көңіл күйде айтты. Соның нәтижесінде оқушылар лепті сөйлемнің ережесін өздері тұжырымдап, жаңа білімге өз беттерінше қол жеткізді. Сергіту сәті белгіге қарап қимылда деп аталды. Оқушылардың зейінін шоғырландыру және тыныс белгілерді бекіту мақсатында жүргізілді. Мәтін мен жұмыс топ пен оқу әдісі арқылы жүзеге асты. Бұл әдіс оқушылардың оқылым дағдыларын дамыту және мазмұнды саралау қабілеттерін дамытуға бағытталды. Топтық тапсырма сәйкестендір ойыны. Тапсырма домалақ шарт ішінде беріліп, визуалды түрде өте қызықты болды. Және де мультфильм атмосферасына сай келді. Жеке жұмыс дәптерде жүргізілді. Оқушылар өз беттерінше лепті сөйлемдер құрастырды. Бұл тапсырма арқылы оқушылардың грамматикалық дағдылары және леп белгісін орынды қолдануға бағытталды. Сабақ соңында оқушылардың білімдері WordWall бағдарламасы арқылы қорытындыланды. Интерактивті тапсырмалар арқылы жаңа білімді бекіту жүзеге асты. Кері байланыс естеліктер шарлары әдісі арқылы жүзеге асты. Оқушылар сабақтан алған ойларын, пікірлерін, білімдерін естелік шары ретінде елестетіп, өз ойларын ортаға салды. Рефлексия анимациялық слайд арқылы жүзеге асты. Оқушылар өздерінің сабақтағы әрекеттері мен белсенділіктеріне баға берді. Оқушыларды бағалау Inside Out әдісі арқылы жүзеге асты. Оқушылар әр тапсырмадан кейін бағалау көрсеткішін жылжытып отырды. Сабақтың соңында топ басшысы бағалау парағын толтырып берді. Сабақ оқушы белсенділігіне, АКТ жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалануға құрылған. Әрбір кезеңде оқушылар өз бетінше ойланып, әрекет етіп, білімді тәжірибеде қолданды. Мультфильм желісі мен ойын элементтерінің сабаққа кіріктірілуі оқушылардың қызығушылығын арттырып, есте сақтауын күшейтті. Бұл сабақ адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасындағы адалдық, жауапкершілік, өзара құрмет, өзін-өзі тану және заманауи сауаттылық бағыттарына сай тұлғаның рухани адамгершілік дамуына ықпал ететін тәрбиелік мәні терең сабақ болды.